Сіз интернетте уақытыңызды босқа кетірмеуге шешім қабылдадыңыз. Бірақ бұның бәрін тоқтататын уақыт келді. Бәріне сәлем, сіздерге мен Гүлнұр. Және бүгін видео не жайлы болатындығы жалпы обложкадан, видеоның интросынан да білген шығарсыздар, не жайлы айтайын деп отырғанымды. Мен өзім де алдында ютубтан осындай тақырыптағы видеоны көріп қалған болатынмын. Сол интернетке тәуелділік жайлы видеоны көргеннен кейін өзімде сол тема жайлы көп іздестіре бастадым. Ютубтан одан да басқа видеолар көрдім және өзіме көптеген новый инсайттар алдым. Солымен сіздерге былай айтқанда кішкене бөлісейін деп шештім да. Сол үшін осы видеоны түсіріп отырмын. Енді өздеріңіз де білесіздер ғой, ата-аналарымыз да көп айтып жатады, телефонды аз көр, ол бізге зиян деген секілді. Бірақ біз олардың сөздерін елей бермейміз. Біз ол нәрсеге более осознанно өзіміздің миымызбен келу керекпіз да. Сол кезде ғана бізге ол нәрсе жетеді. Және сіздер осы видеоны көріп отырсаңыздар, демек сіздер сол нәрсеге осознанно келе жатырсыздар, және мен сол үшін қуаныштымын. Жалпы менде бұрын экран времени 10 сағат болатын, 10 сағаттан аса болатын, 9,5 сағат болатын, орта есеппен сол 10 сағат болатын. Ал қазіргі таңда ол менде 5, орта есебі 5 сағат, 5,5 сағат, 6 сағат, көп дегенде 7 сағат, 4,5 сағат, сондай. Яғни ол прям жарты есеге азайған, және ол именно осы советтерді пайдалану арқылы азайған. Яғни көмегі тиген, және бұл практикамнан өткен нәрселер болғандықтан сіздермен осы нәрселермен бөлісейін деп шештім. Бастайық. Ең бірінші, интернетке тәуелділік деген не деген сұраққа жауап тауып алғанымыз дұрыс болады. Ол деген сізде істейтін жұмыс көп, сізде телефон көруден басқа да істейтін жұмыстар көп толып тұр, бірақ сіз сонда да телефон көретін болсаңыздар, онда ол интернетке тәуелді деген сөз. Мысалға, сіздер сабақтан келдіңіздер, сіздер әлі үй жұмысын орындау керексіздер, тамақ ішу керексіздер, үй жинау керексіздер, сондай, киім үтіктеу керексіздер деген сияқты, бірақ сіз ол нәрселерді істеудің орнына телефон көрсеңіздер, демек сіздер тәуелдісіздер. Немесе туалетке отырғанда телефон көретін болсаңыздар, сіздер тәуелдісіздер. Демек, сіздер тікелей телефонға тәуелдісіздер. Ал если сіздер тек бос уақыттарыңызда көретін болсаңыздар, немесе қандай да бір заттарыңызды, жұмыстарыңызды істеп біткеннен кейін көретін болсаңыздар, демек сіздер ол тәуелділікке жатпайды. Егер сіздер сондай болсаңыздар, онда керек емес. Ал если жаңағындай ары қарай сіздің жұмыстарыңыз көп болып тұрса да телефон көре берсеңіздер, демек ол тәуелділікке жатады. Поэтому осыны түсініп алған дұрыс. Енді кез келген нәрсені бастамас тұрып, оның не үшін сізге керек екендігін білу керексіздер. Сол үшін оны салдарын түсіну керексіздер. Сіз не себепті телефонды аз көргіңіз келеді, не себепті одан арылғыңыз келеді. Сол нәрсені түсіну үшін, не үшін өздеріңізге сұрақ қойыңыздар. Не үшін сіз бұл нәрсені істеуді қаламайсыз? Оның көптеген причиналары болуы мүмкін. Мысалға, сіздің уақытыңызды, мысалға тайм-менеджментке байланысты сіздің уақытыңызды үнемдемейді. Екіншіден, сіздің денсаулығыңызға зиян, көзіңізге, осанкаңызға деген секілді. Немесе сіз ол жай ғана жаңағындай уақытты бос кету деп қабылдайсыз. Сол жайлы оның салдары қандай екендігі, оның не үшін сізге керек емес екендігін түсіну міндетті түрде сол маңызды. Егер ол нәрсені түсінбейтін болсаңыздар, сіз ешқашанда серьезно ол нәрсені бастай алмайсыз. Сол үшін сол нәрсені міндетті түрде өздеріңізге сұрақ қойып, соны түсініп көріңіздер. Үшіншіден, ол бізде не? Үшіншіден, сіз аласыз и Инстаграм мен ТикТокты, Ютубты удалетіп тастайсыз. Негізі мен Инстаграммен, мен негізі осы нәрсені істеген кезде, қазір істеп жүрмін ғой, Инстаграм мен ТикТокты ғана удалет еттім, себебі Ютубты удалет етуге менің батылым жетпеді. Неге екенін білмеймін де. Ютубта просто маған көп
ютубта просто маған көп керек нәрселер болды ма, или ол жай сылтау ма, ютубтан бас тарта алмадым. Бірақ тикток пен инстаграмда алдым да оларды етіп тастадым. Өйткені ояқта керек мәліметтен қарағанда керек емес мәліметтер әлдеқайда көп болды. Және сіздерге де кеңес беремін, алларыңыздарда просто удалите салыңыздар. Именно инстаграм мен тикток. Енді ютуб сияқты удалите алмайтын жағдай болса, сондай соцсеттер болса, оған экран времени дегенді қойып тастайсыздар, лимит экраны деген. Яғни ол сол приложениеда белгілі бір сағат бойынша ғана бола алу. Мысалға мен ютубқа 1 сағатқа лимит қойып тастадым. Яғни мен бір күнде 1 сағат қана көре аламын ютубты. Одан артық көре алмаймын. Немесе оған өзіңізге байланысты 2 сағат, 1,5 сағат деп қойсаңыз болады. Және инстаграм мен тиктокты прям удалить еткіңіз келмей, оған бүйтіп жоқ шыдай алмаймын дейтін болсаңыздар, сондай 1 сағат, жарты сағатқа лимитқа қойып қойыңыздар. Потом ақырындап үйреніп кетесіздер. Кейін төртінші ол бізде жаңа хобби табу. Когда сен өзіңе телефонын көруден де басқа сүйікті іс тапқан кезде, сен телефонды аз көретін боласың. Ол түсінікті нәрсе. Және мен сіздерге телефонды көруден басқа айналысуға болатын 10 іс деген чек-лист дайындап қойдым. Соны наяқтан шығады, тура осы экраннан. Соны скриншоттап алыңыздар. Сол істерді істеп, жаңа хобби тауып көруге тырысыңыздар. Ол жайлы көп нәрсе айтпай қояйын, өздеріңіз де түсіп тұрған шығарсыздар жаңа хобби туралы. Сол үшін келесі етейік. Так, 5-ші черно-белый экран деп айтып қойыппын. Негізі ол нәрсе қатты былай маған пайдасын тигізді деп айта алмаймын. Бірақ басқа адамдар жайлы, басқа адамдардың видеосын көргенде және басқа адамдардың видеосындағы комменттерді оқығанда ол адамдарға көмектескен екен. Жаңа сіздер инстаграм мен тиктокты удалить ете алмайтын жағдайда, ютубты удалить ете алмайтын жағдайда черно-белый экран деген, яғни сіздің телефоныңыз цветной емес, черно-белый болып тұрады. Сондайды ютубта қарап көріңіздер, андроидта, айфонда қалай, iOS-та қалай қоюға болатындығы жайында. Және соны қою арқылы сіздің телефоныңыз өте скучный болады, соның арқасында сіз аз көретін боласыз дейді. Бұл істерді жасау арқылы сіз сіріңкенің сабындай қысқа ғана өміріңізді құр өткізбейсіз. Сол себептен сіздерге осы видео пайдалы болды деген ойдамын, және осы нәрсеге шынымен келіп, осы нәрсені істейсіздер деген ойдамын. Сіздерге сәттілік тілеймін осы іске. Ал ендеше бәріне бай-бай. Жақсы көремін сендерді.